Менің жақсы көретін специяларым. Біз бүгін шоқта бөдене мен жілік май дайындайтын боламыз. Бөдене барлығыңыз білесіздер, деликатес, денсаулыққа өте пайдалы. Соны бүгін шоқта пісіретін боламыз. Жілік май бұл да адам организміне өте пайдалы. Біз заранее осылайынан кесіп дайындап қоямыз. Так, біз біріншіден қазір мариновкадан бастаймыз. Оған смесь дайындап аламыз. Ол үшін бізге оливковый масло керек. Аз ғана мөлшерде. Мына жақтан қалаған специяңды алып салсаң болады. Так. Мексиканский приправа, паприка, тұз, чеснок барлығын қосамыз. Дәмі өте керемет болады. Вот, красный острый перец. Так, енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Біздің смесіміз дайын, мариновкамыз. Так, бөденемізді аламыз. Осылайынан алдын ала жуып, тазалап аламыз да. И осылайынан бөлеміз. Негізі бөдененің біраз пайдасы бар. Қазіргі кезде өзі кішкентай болғанмен өте пайдалы. Одан кейін коси мозг, ол деликатес тоже. Оны қазір коллаген ретінде пайдаланып жатыр. Ұзақ уақыт қайнатсаң, кәдімгідей денсаулыққа өте пайдалы. Так, біз осындай дайындаған смесімізді жағамыз. Иісі өте керемет. Негізі адамдар әрқайсысы өздеріне қалай ыңғайлы сол нәрсемен маринаттайды. Кімде не нәрсе бар қолында. Біреуге зира ұнамайды, біреуге ащы бұрыш ұнамайды деген сияқты. Сол үшін әркім өзінің қалағанынша маринаттаса болады. Ал біз бүгінгі маринатымызға әртүрлі специядан қостық. Тұз, бұрыш және де көргендеріңіздей готовый специя осылайынан дайын күйінде келеді. Сол үшін біз сол специяларды пайдаланамыз. Иісі өте әдемі. Енді бөдененің екінші жақ бетін тоже жағамыз. Мына тамақтардың иісіне уже біздің күнделікті осы жерде жүретін мысықтарымыз келіп жүр. Қасына осылайынан овощи қоя салсақ болады. Шоғымыз дайын болсын. Одан кейін маринатталған жілік майды және бөдене етін қоямыз. 10-15 минутта толықтай дайын болады. Мен барбекюның пайдасы бұл жақта крышкасын жапқан кезде түтінмен бірге коптительный дәм болып шығады. Өте әдемі. Бірі білсе, бірі білмейді. Менің есімім Әмір Садуақас. Осы аспаздық саласында жүргеніме 10 жылдай болды. Одан кейін біз қазір ресторанный бизнес саласымен айналысып кеттік. Бірақ менің хоббиім ретінде өзіме осы аспаздық мамандығы өте ұнайды. Біздің бір ерекшелігіміз, біз табиғат аясына шығып, тамақ дайындағанды өте жақсы көреміз. Біз сіздермен әлде де жақсы тағамдармен, жақсы рецепттермен әдемі видеолармен бөлісетін боламыз. Біздің Instagram парақшаға, YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең жақсы комментарий жазған, активны болған жандарға біз өзіміздің мейрамханамыздың атымыздан, Бидай мейрамханасының атынан үлкен сыйлығымыз бар. Және де мен өзім бір оқырманға өзіммен бірге дәл осындай тамақ дайындап видео түсіріп беремін. Негізі табиғат аясында ішкен чай болсын, тамақ болсын, бәрі дәмді болады.
печеныйден болып жатыр, в общем. Біздің неміз дайын болды. Иісі өте керемет болып тұр. Бисмилля. Бұның дәмін просто жасап қана көру керек. Достар, біз сіздермен қоштаспаймыз. Біздің YouTube арнамызға тіркеліп кетіңдер. Біз сіздерге дәл осындай керемет видеолармен қуантатын боламыз.